1 сантиметр 60 ньютон масштабымен денеге түсірілген және оңтүстікке бағытталған 240 ньютон күштің сызбасын салыңыз дейді. Мына жерге бір дене салайық. 1 сантиметр масштабпен дейді. 1, 2, 3, 4. 1 сантиметр, 2 сантиметр, 3, мына жер 4 болады. 4 сантиметр. Осы күш бізде 240 ньютон. Оңтүстікке бағытталған. Келесі мысал. Ауырлық күші 200 ньютон болатын дененің массасын табыңыз. Берілгені F ауырлық 200 ньютон. Еркін түсу үдеуі бізде 9,8 ньютон килограмм. Табу керек масса. Талдау. Ауырлық күш ол бізде масса көбейту G. Бұдан масса табу үшін күшті бөлеміз G-ға, еркін түсу үдеуіне. Яғни осы формуламен шығарамыз. Шешуі. Масса тең болады 200 ньютон бөлінген 9,8 ньютон килограмм. Ньютон қысқарады. Сонда бізде жуықтағанда 20,4 килограмм шығады. Жауабы 20,4 килограмм. Көлемі 20 литр ыдысты сұйықтықпен толтырады. Егер оның салмағы 160 ньютон болса, онда бұл қандай сұйықтық болуы мүмкін? Жазайық. Берілгені көлемі 20 литр, салмағы 160 ньютон, G бізде 9,8 ньютон бөлінген килограмм. Табу керек тығыздық. ХБЖ-ға айналдырайық. 20 литрді метр кубқа айналдырса 1000-ға бөлеміз. 1000-нан 20-ны 100-2 деп жазуға болады, метр куб. Талдау. Тығыздық табу үшін массаны бөлеміз көлемге. Көлем табу үшін көлем бар, масса табу үшін масса ол P көбейту mg. Масса табу үшін сол салмақты бөлеміз G-ға. Шешуі. Масса бізде тең болады 160 ньютон бөлеміз 9,8 ньютон килограмм. Сонда жуықтағанда 16,3 килограмм шығады. Тығыздық табамыз. 16,3 килограммды бөлеміз көлемге 102 метр куб. Сонда бізде жуықтағанда 816,3 килограмм бөлінген метр куб тығыздық шығады. Кестеден қараймыз. Бұнда бізде керосин келіп тұр. Сонда біздің сұйықтығымыз керосин. Сонымен қатар басқа кестелерін қарап, басқа да сұйықтық болуы мүмкін. Тығыздығы 800-ге тең.